Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, Дана мен денсаулыққа арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге өте маңызды бір мәселе туралы айтамын. Ол мәселе Қазақстандағы 50 жастан асқан адамдардың 90%-ын, дұрыс естідіңіз, 90%-ын мазалайды. Таңертең ұйқыдан тұрғанда тізеңіз немесе иықтарыңыз ауырады ма, баспалдақтан шығу немесе орындықтан тұру қиынға соға ма, кейде саусақтарыңыз сонша ісіп кетеді, тіпті шай кесесін ұстай алмайсыз ба? Егер осылай болса, бүгінгі бейне дәл сіз үшін. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды отбасылық дәрігер ретінде бүгін сізге 5 тиімді әдісті ұсынамын. Бұл әдістер қазіргі медицинаның ең жаңа жетістіктерінде, ата-бабаларымыздан жеткен дәстүрлі қазақ тәсілдерін де қамтиды. Ең бастысы, бұл 5 әдісті үйде ешқандай қымбат жабдықсыз жасауға болады. Дайынсыз ба? Онда бастайық. Ең алдымен буын ауруы туралы негізгі ақпаратты қарастырайық. Неге? Себебі проблеманы түсінбей оны шеше алмайсыз. Буын дегеніміз не? Буын бұл екі немесе одан да көп сүйектің қосылатын жері. Адам денесінде шамамен 360 буын бар. Солардың ішінде бізде ең жиі ауыратындары тізе буыны, иық буыны, саусақ буындары, жамбас буыны және омыртқа буындары. Неге буын ауырады? Буын ауруының бірнеше негізгі себебі бар. Мен оларды қарапайым тілмен түсіндірейін. Бірінші себеп – шеміршектің тозуы. Буындардың ішінде шеміршек деген жастықша болады. Бұл жастықша сүйектердің бір-біріне үйкелмеуін қамтамасыз етеді. Жас өткен сайын немесе артық салмақ болған кезде бұл жастықша жұқарады. Нәтижесінде сүйектер бір-біріне тікелей тиіп, ауру пайда болады. Медицинада бұны біз остеоартроз деп атаймыз. Екінші себеп – қабыну. Орысша воспаление, буын ішіне зиянды заттар немесе инфекция кірсе, ол қабынады. Буын ісіп, қызарып, қатты ауырады, бұны біз артрит деп атаймыз. Артриттің бірнеше түрі бар. Оның ішінде ревматоидты артрит, бұл ерекше қауіпті. Ол иммундық жүйенің өзіне өзі шабуыл жасауынан туады. Үшінші себеп бұл зат алмасу бұзылыстары. Мысалы, подагра ауруын айтсақ болады. Бұл подагра ауру кезеңде қанда несеп қышқылы, яғни мочевая кислота жоғарылап, ол буындарда кристалл түрінде шөгеді. Бұл өте қатты ауру сезімін тудырады. Төртінші себеп жарақат немесе шамадан тыс жүктеме болған жағдайда болатын буын аурулары. Бұл өмір бойы ауыр жұмыс жасаған, спортпен шұғылданған немесе бір қалыпты қозғалыс жасаған адамдарда буындар ертерек тозады. Енді соңғысы бұл 5-ші себебі дефицит жағдайлар. Бұл Д дәрумені, кальций, коллаген жетіспеуі де бізде ағзамызда буын ауруларын туғызады. Енді маңызды сұрақ, Дана дәрігер, мен не жасауым керек дейсіз ғой? Дәл осыны айтайын деп отырмын. Менің 5 тиімді әдісімді осы жерде тыңдаңыздар. Бірінші тиімді әдіс бұл дұрыс қозғалыс. Мен білем, сіз қазір айтып жатырсыз, Дана дәрігер, буыным ауырса мен қазір қалай жаттығу жасаймын? Дұрыс сұрақ, бірақ тыңдаңыз. Буын ауруын ең шарлататын фактор бұл керісінше қозғалмау. Неге десеңіз, себебі буынды тамақтандыратын сұйықтық бұл синовиалды сұйықтық. Бұл тек қозғалыс кезінде ғана бүкіл буынға тарайды. Сіз қозғалмасаңыз, бұл сұйықтық жетіспей, біздің организміміздегі шеміршек тез тозады. Бірақ мынаны есте сақтаңыз, буын ауруы кезінде барлық жаттығу жарамайды. Яғни ауыр жаттығулар, секіру, жүгіру буынды одан сайын зақымдайтын жаттығулардың қатарына ие. Маңыздысы дұрыс жаттығу жасау керек. Енді мен қазір айтамын, буынға ең тиімді 5 жаттығулардың тізімін көрсетемін. Бірінші жаттығу бұл сумен жаттығу. Гидротерапия десек болады. Жылы суға 15-20 минут отырыңыз. Судың ішінде қолдарыңыз бен аяқтарыңызды жылжытыңыз. Су денені жеңілдетеді, буынға жүктеме аз болады. Бірақ қозғалыс болады. Екінші жаттығу отырып жасалатын тізе жаттығу. Орындыққа отырыңыз, бір аяғыңызды ақырын көтеріп 5 секунд ұстаңыз, сосын түсіріңіз. Екінші аяқпен соны қайталайсыз. Күніне 10 рет жасасаңыз болады. Бұл тізе буынының шеміршегін нығайтады. Үшінші жаттығу бұл саусақ жаттығулары. Екі қолыңыздың саусақтарын ақырын мыжып ашыңыз, осыны 15-20 рет қайталаңыз. Таңертең оянған бетте жасасаңыз тамаша болады. Енді төртінші жаттығу бұл иықты айналдыру жаттығулары. Екі иығыңызды алға қарай 10 рет айналдырыңыз, содан кейін артқа қарай 10 рет. Иық буыны жылытуға бұл өте тиімді. Бесінші жаттығу жаяу жүру. Күніне 20-30 минут жаяу жүру буынға ең пайдалы жаттығу. Асфальт емес, шөптегі немесе жұмсақ жер бетіндегі жүру одан да жақсы болады. Енді мен сіздерге ескерте кетейін, жаттығу кезінде ауру күшейсе бірден тоқтатасыз. Ол буынның шамасынан тыс жүктеме алғанының белгісі. Жаттығуды аурусыз жасауға болатын деңгейде жасаңыз. Өзіңіздің қалыпты
темпіңізде жасасаңыз болады. Енді екінші тиімді әдіс – буынды тамақтандыру. Халқымызда ас адамның арқауы деген мақал бар. Бұл буынға да 100% дәлелденеді. Сіздің тамақтануыңыз буын денсаулығына тікелей әсер етеді. Дұрыс тамақтану арқылы қабынуды азайтуға, шеміршектің тозуын баяулатуға болады. Енді мен қазір сіздерге буынға пайдалы тағамдар тізімін айтатын боламын. Біріншісі майлы балық. Семга, сельдь, скумбрия десем болады. Неге десеңіз, олардың құрамында бізде омега-3 май қышқылдары бар. Ол қабынуды тездетіп азайтады, аптасына 2-3 рет жеңіз. Екінші сүт өнімдері – айран, қымыз, ірімшік. Оның құрамындағы кальций және Д дәрумендеріне бай болады. Тізе мен омыртқа буындарын нығайтады. Таңертең 1 стакан айран өте жақсы. Үшінші жұмыртқа коллаген синтезіне қажет белок пен амин қышқылдарға бай. Күніне 1-2 жұмыртқа жесеңіз болады. Және желатин. Кәрістен, шошқа немесе сиыр тізесінен пісірілген сорпа. Бізде бутқа деп атайды. Желатин бұл коллагенге бай. Аптасына 1-2 рет ішсеңіз, буын шеміршегін қалпына келтіруге көмектеседі. Жаңғақтар – грек жаңғағы, бадам, омега-3 және Е дәруменіне бай. Күніне 1 уыс жаңғақ буынға ем. Зәйтүн майы – буын майына ұқсас молекулалық құрылымы бар, салатқа немесе тамаққа қосып жеңіз. Жасыл көкөністер – қырыққабат, брокколи, шпинат С дәруменіне бай. С дәрумені коллаген өндіруге қажет болады. Енді буынға зиянды тағамдар тізімін айтып берейін. Ет өнімдері, олардың ішінде шұжық, колбаса, яғни консерванттар мен тұз буын ішіндегі сұйықтықтан су шығарып, буынды кептіріп жібереді. Екінші өнімдер тәтті тағамдар мен газдалған сусындар. Олар қабынуды күшейтетін қасиетке ие. Үшінші алкоголь. Буын шеміршегінің қоректенуін бұзады. Соңғысы ұн өнімдері, олар инсулин деңгейін көтеріп, қабыну процесін жеделдетеді. Енді зәйтүн майы мен сарымсаққа қатысты ерекше кеңес айтайын. Сарымсақтың буынға қарсы қабыну қасиеті бар екенін білесіз бе? 3-4 тіс сарымсақты ұсақтап, турап, бір ас қасы зәйтүн майы мен салатқа қосып жесеңіз, тамаша нәтижесін береді. Қымбатты тыңдаушылар, мен сізге тағы 3 тиімді әдіс айтамын, бірақ алдында егер бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, арнама жазып қоюды ұмытпаңыз. Жазылу тіпті тегін, ал жазылсаңыз осы сияқты пайдалы бейнелерді бірінші болып көресіз. Жақындарыңызбен де бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Олар да пайда алсын. Үшінші тиімді әдіс бұл біздің ата-бабамыздың дәстүрлі тәсілдері. Енді мен сіздерге ең сүйікті бөліміне жеттім. Ата-бабаларымыздан мирас қалған ғасырлар бойы алған дәстүрлі қазақ емдеу тәсілдері. Мен бұл тәсілдерді дәрігер ретінде де зерттеп көрдім. Бірақ олардың ғылыми негізі бар ма, жоқ па тексердім. Бірінші тәсіл бұл балшық компрессор деп аталады. Бізде баяғыда буын ауруына ешкімнің не айтарын күтпей табиғи сары балшықты суырып алып, буынға жайып үстін матамен орап қоятын болған. Яғни ғылыми негізі бар ма деп сұрасаңыз, иә дер едім. Өйткені балшықтың ішінде бізде магний, кремний, кальций, темір минералдары бар. Ол теріден сіңіп, буын ішіне дейін жетеді. Және балшықтың бізде суытқыш және қабынуды басатын қасиеті дәлелденген. Енді қалай жасаймын десеңіз, аптекадан немесе дүкеннен таза сары балшық сатып алыңыз, оны жылы сумен езіп, ауырып тұрған буынға 1-2 см қалыңдықта жайыңыз. Үсті мақтамен немесе маталы орамалмен орап 1-2 сағат ұстаңыз. Содан кейін жылы сумен жуыңыз. Аптасына 3 рет жасасаңыз болады. Екінші тәсіл ара балын жағу. Халқымызда тізеге немесе буынға балды жағып, жылы матамен орау деген тәсіл бар. Жарым-жартылай ғылыми негізі бар. Яғни балдың ішінде бізде глюкоза, фруктоза, амин қышқылдары, антиоксиданттар бар. Теріге жағылса жылылық туғызып, буынды жылытады. Бірақ бал терінің терең қабатынан одан өтпейді, сондықтан оның нәтижесі белгілі дәрежеде. Дегенмен жылылықтың өзі спазмды азайтып, ауруды басуға көмектеседі. Үшінші тәсіл ыстық су қосылған тұзды су, тұздылық деп аталады. Ертеден қазақтарда тұзды ыстық суға аяқ немесе буын батыру тәсілі қолданылған. Тұздылық бұл теңіз тұзын жылы суға ертіп жасалады. Ыстық су буынды жылытады, спазмды жазады. Тұздың осмостық қасиеті ісінуді азайтуға көмектеседі. Қалай жасаймын десеңізде, 1 литр жылы суға 2 ас қасық теңіз тұзын немесе қарапайым тұзды ертіңіз. Температурасы сізге жайлы болсын. Ауырып тұрған буынды 20 минут батырып отырыңыз. Аптасына 4-5 рет жасауға болады. Және төртінші тәсіл 40 буын шайы, орысша хош полевой деп аталады. Бұл шөп бізде өте ерте заманнан буын аурулары үшін қолданылған. Зерттеулер бізде 40 буынның кремний мен флавоноидтарға бай екенін дәлелдеді. Бізде кремний, коллаген синтезіне қажет, ал флавоноидтар бізде қабынуды азайтады. Қалай дайындаймын десеңіздер, 1 ас қасық кептірілген 40 буынды 1 стакан қайнаған суға 15 минут демдеп қойыңыз. Күніне 2 рет таңертең және кешке жарты стаканнан ішіңіз. 3-4 апта ішесіз және 2 апта үзіліс жасайсыз. Енді маңызды ескерту, бүйрек аурулары бар адамдар 40
буынды ішпеу керек, дәрігерден алдын ала кеңес алып барып ішкендеріңіз дұрыс. Енді қазіргі медицинаның мүмкіндіктеріне тоқталайық. Бізде төртінші әдіс деп айтсам болады. Енді дәрігер ретінде қазіргі медицинаның буын ауруына қолданатын дәрілер тізімін айтып беремін. Біріншісі бұл хондропротекторлар. Хондропротекторлар бізде буын шеміршегін қалпына келтіретін, оны қоректендіретін дәрілер. Олардың негізгі екі компоненті бар, құрамында хондроитин және глюкозамин деген зат болады. Бұл дәрілер бізде шеміршекке жаңа кірпіш береді десек болады. Зерттеулер бойынша оларды кемінде 3 немесе 6 ай ішу керек. Тездетіп нәтиже күтпеңіз, бірақ нәтиже болады. Маңызды бұл дәрілерді дәрігердің нұсқаусыз ішуге болады, бірақ алдымен маманнан кеңес алсаңыз жақсы. Екінші, коллаген қоспалары. Коллаген бізде буын шеміршегінің негізгі материалы. 40 жастан кейін денеміз коллагенді аз өндіре бастайды. Сондықтан коллаген қоспаларын ішу өте тиімді. Ең жақсы нәтиже үшін С дәруменімен бірге ішіңіз. С дәрумені коллагеннің сіңуіне көмегін береді. Үшіншісі Д дәрумені және кальций. Қазақстандағы адамдардың 80% Д дәруменінің жетіспеушілігін сезінеді. Бұл буын мен сүйек ауруларының ең жиі себептерінің бірі. Д дәруменін қан анализбен тексертіп, дәрігер ұсынған мөлшерде ішіңіз. Төртінші, физиотерапия. Поликлиникаларда буын ауруына арналған физиотерапиялық процедуралар бар. Ультрадыбыстық терапия бұл буын ішіндегі қабынуды азайтады. Магнитотерапия буынды жылытып ауруды басады. Электрофорез дәрі-дәрмекті тікелей буынға жеткізеді. Бұл процедуралар арзан және өте тиімді. Учаскелік дәрігеріңізден жолдама сұрап барып алсаңыз болады. Бесіншісі, ПРП терапия. Бұл біздің өз қанымыздан алынатын арнайы плазма. Дәрігер оны буынға жібереді. Плазмадағы өсу факторлары буын шеміршегінің өзін қалпына келтіруін жеделдетеді. Бұл жаңа және өте тиімді, бірақ сәл қымбатырақ әдіс. Егер мүмкіндік болса, травматолог немесе ревматолог маманынан сұрасаңыз болады. Буын ауруы кезінде ешқашан өз бетіңізше ауырсынуды басатын таблеткалар, мысалы ибупрофен, диклофенак сияқты таблеткаларды ұзақ уақыт ішпеңіз. Олар уақытша ауруды басады, бірақ асқазанға бізде зиянын тигізеді және буынның нақты мәселесін шешпейді. Бұл дәрілерді дәрігермен ақылдасып ішіңіз. Бесінші әдіс өмір салтын өзгерту. Менің ойымша бұл ең маңызды әдіс. Неге десеңіз, себебі алдыңғы 4 әдістің барлығын жасасаңыз да өмір салтыңызды өзгертпесеңіз, нәтижесі тек уақытша ғана болады. Біріншісі, артық салмақтан арылу. Бұл туралы ашық айтайын, артық килограмм бізде буынның бірінші жауы. Бір артық килограмм тізеге 4 есе артық жүктеме береді. Яғни 10 килограмм артық салмақ, бұл тізеңізге 40 килограмм артық жүктеме. Дұрыс тамақтану мен жаяу жүру арқылы тіпті 5 килограмм азайту буын ауруын едәуір жеделдетеді. Екінші, дұрыс отыру. Адамдардың көбі сағаттар бойы бір қалыпта артын бүгіп отырады. Бұл омыртқа мен жамбас буынын нашарлатады. Дұрыс отыру ережесі: беліңіз тік болсын, аяқтарыңыз еденге тіреліп тұрсын, жастыққа немесе сүйенішке иығыңызды тіреңіз. Сағатына 1 рет орныңыздан тұрып 5 минут жүріңіз. Үшінші, жайлы аяқ киімдер кию. Өкшелі аяқ киім тізе мен жамбас буынына артық жүктеме береді. Аяқ ауруы мен буын ауруы бар адамдар үшін жайлы жалпы подошвалы аяқ киім кию қолайлы болып табылады. Төртінші, ұйқы. Ұйқы кезінде буын шеміршегі қалпына келеді. Бізде күніне 7-9 сағат дұрыс ұйқы буын денсаулығы үшін міндетті. Ең жайлы ұйқы позасы буын ауруы кезінде жаныңызда жастыққа тізелердің арасына қойып жамбасыңызбен жатыңыз. Бесінші, стрессті азайту. Білдіңіз бе? Стресс кезінде бөлінетін бізде кортизол гормоны буын шеміршегін тікелей зақымдайды. Стресс бұл буын ауруын күшейтетін жасырын фактор десем болады. Таңертең 5-10 минут терең тыныс алу жаттығуын жасаңыз. Табиғатта жүріңіз, жақындарыңызбен сөйлесіңіз. Бұл қарапайым тәсілдер буын ауруын да азайтады. Және соңғысы, суды жеткілікті ішіңіз. Буын сұйықтығының 70%-дан астамы су. Күніне 1,5-2 литр таза су ішіңіз. Шай, кофе, олар су орнын бізде толтырмайды. Қымбатты тыңдаушылар, бүгін сіздермен өскен 5 тиімді әдісімді қорытайық. Бірінші әдіс: дұрыс қозғалыс. Күніне 20-30 минут жаяу жүру, плюс буынға арналған жаттығулар. Екінші әдіс: буынды тамақтандыру. Үшінші әдіс: дәстүрлі қазақ тәсілдері. Төртінші әдіс: заманауи медицина. Және соңғысы: өмір салтын өзгерту. Маңызды ескерту: бүгінгі ақпарат жалпы білім беру мақсатында айтылды. Буын ауруыңыз өте күшті болса, буыныңыз ісіп, қызарып тұрса, немесе ауру бірнеше аптадан артық созылса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Буын ауруының себебін дәл анықтап, дұрыс емдеу жоспарын жасау маңызды. Ал енді маған бір сұраным бар. Осы бейненің астына комментарийға жазыңыз. Менде буын ауруы бар, немесе мен сізді тыңдадым деп. Мен барлық комментарийларды оқимын, сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Егер пайдалы болса бейнем, лайк басып жіберіңіздер, жақындарыңызбен, ана, апа, әжелеріңізбен бөлісіңіздер. Олар да пайдалы білім алсын. Дана мен денсаулыққа арнасына жазылыңыздар. Денсаулығыңызға қатысты барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Кездескенше.